Ай жерді айналып қозғалады, ал олар күнді айналып бірге қозғалады. Біз планетаның айналасындағы айдың айналу периоды 27,3 тәулікті құрайды. Сонымен бірге осы уақыт ішінде ай өз осының айналасында бір айналым жасайды да, жерден айдың тек бір жағы ғана көрінеді. Ай толғаннан кейін оның жерден көрінетін жарықталған бөлігі кішірейе бастайды. Біз ай кеміп барады дейміз. Келесі күндері оның көрінетін бөлігі біртіндеп С әрпіне ұқсайтын болады. Ол барған сайын жұқара келіп, ақыр соңында көрінбей кетеді. Жаңа ай басталады да, әдетте бізге көрінетін ай бөлігі жарықталынбайды. Содан кейін айдың айналу нәтижесінде жерден көрінетін айдың жарықталған бөлігі біртіндеп біздің көзімізге көріне бастайды. Алдымен оның формасы орақ секілді болады да, содан кейін деформацияланған D латын әрпіне ұқсайды. Бірнеше күннен кейін ай толады.